Құрметті оқырман, мен сіздерді өзім оқыған Ильяс Жансүгіровтың 100 ауыз өтірік айтқан тазша ертегісімен таныстырғым келеді. Баяғыда бір хан болыпты, оның айдан сұлу қызы бар екен. Бір күні хан жарлық шығарыпты: кімде-кім маған 100 ауыз өтірік айтса, қызымды соған беремін. Көп адам келіпті, бірақ ешқайсы 100-ге жеткізе алмай жеңіліп қала беретін екен. Содан бір сиыр баққан тазша бала келіп, мен 100 ауыз өтірік айтамын дейді. Ол болмаған бозбала күнінде тумаған атасының жылқысын баққанын айтады. Ай жүріп жыл жасап өскен тайын дариядан қайық қылып өткенін, құрығын 6 дария ар жағасындағы биесін баяндайды. Хан қанша қарыс уәж айтса да, тазша сөзден жаңылмайды. Ақыры осымен 100 ауыз болды ханеке дейді. Хан таң қалып уәдесінде тұрып, қызын тазшаға қосады. Бұл тапқырлық пен қиялыға толы қызықты ертегі Ильяс Жансүгіровтың шығармашылығы мені өте қызықтырды және сіздерге де оқуға кеңес беремін.